Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін curve pattern функциясын өтеміз. Күндегідей жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Мынандай шеңбер сызайық. Мысалы 200 қылайық, оны өсірейік. Мысалы 360 миллиметрге өсірейік. Бұның жан-жағына хеликс жасайық. Бір ғана айналым өтсін. Бастапқы бұрышы 0 градус болсын. Осы бізге жетеді. Енді мынаны көрсетпей тастайық. Тағы да шеңбер сызайық. Мынаны көрсетпей тастайық. Тағы да бір шеңбер сызайық. Онда 200 қылайық. Содан кейін мындай бірдеме сызайық. Ойын баспалдақ жасау. Содан кейін мынаны горизонтальный қылып жатқызайық. Енді артық нәрсені кесіп тастайық. Кесіп тастадық. Мына жерге тағы бір шеңбер жасайық. Бұл шеңбердің артық жерін алып тастайық. Осылай. Сосын мына бөлшекті өсірейік 20 миллиметрге мысалы. Сонда бірінші баспалдағымыз пайда болды. Енді жаңа хеликсімізді көрсетейік. Хеликс бар. Енді curve pattern дегенді таңдаймыз. Curve pattern деген майысқан бір белгі бойынша өсіру деген сөз. Алдында біз өткендеріміз circular pattern, дөңгелек шеңбер бойынша бір нәрсені толтыру. Linear pattern деген түзу қабырға бойынша бір бөлшегімізді көбейту. Бұл жерде болса curve pattern деген шеңбер емес, түзу емес, бірақ өзгеше майысқан сызықтармен жаңағы бөлшегімізді қайталайды. Енді біз бөлшегімізді таңдаймыз. Сосын жолды таңдаймыз. Қай жерден көбейту керек. Содан кейін мысалы 19 баспалдақ. Міне 19 баспалдағымыз шыға келді. Енді жаңағы хеликсімізді көрсетпей тастайық. Содан кейін үстінен қарап, тағы бір ортасына мысалы не сызайық. Мындай бір столб болсын. Әдемі столбымыз болсын. Оны өсірейік. Мына 450 қылып өсейікші. Енді көрдіңіз бе? Баспалдағымыз пайда болды. Баспалдағымыз мындай әдемі өстіп мынаны алып тастасақ, әдемі осындай баспалдағымыз пайда болды. Осымен сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.